Бұл Ульянов көшесінде тұратын жұрттың жан айқайы. Мұндағылар 5 қабатты тұрғын үй құрылысының басталғанын 2 апта бұрын ғана естігендерін айтады. Сөздерінше ауланың қақ ортасына салына бастаған нысан көпшілікке ыңғайсыздық тудырып отыр. Данная территория. Біз автотұрақтан балаларға арналған ойын алаңынан айырылдық. Енді қоқысты да басқа ауланың қоқыс жәшігіне апаруымызға тура келеді. Тұрғындардың тілегі ескерілмеген. Бұл құрылыс жалғаспасын деп талап етеміз. Құрылыс басталған аймақта 318 пәтерден тұратын 4 үй бар. Балаларының қауіпсіздігіне алаңдаған 50-ден астам адам наразылық білдіруге шықты. Очень много пожилых людей. Бұл үйді қариялар жасы 100-ден асқан Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Оларға жедел жәрдем шақырса кіре алмайды. Мұнда тазалық сақталмаған, біздің балаларымыз үшін қауіп төніп тұр. Ал жауапты мердігер компания барлық жауапты органдардан құрылысқа рұқсат алғанын айтады. Тіпті әкімдікпен бірлесе тұрақ жобасын әзірлеуді ұсынды. Было объявление. Биыл осы учаскені сатып алдық. Сөйтіп әкімдікке жүгіндік. Эскиздік жоба келісімнен өтті. Осының негізінде барлық техникалық шарттар алынды. Жұмыс жобасы әзірленді. Біз 5 қабатты тұрғын үй салуды жоспарлап отырмыз. Жаңа ойын алаңдары болады. Тұрғындарды мүлдем жөндеу көрмеген коммуникация мәселесі де алаңдатып отыр. Олар жаңа үй салынғаннан кейін барлығымыз жарықсыз, сусыз және жылусыз қаламыз деп алаңдайды. Қала әкімінің орынбасары істің мән жайын анықтау үшін құрылысты уақытша тоқтатты. Когда тех условия будут выдаваться, Шарттар беріліп, оны алған кезде қолданыстағы желілерге қосылу немесе жаңа желілер салу мүмкіндігі тексеріледі. Қолданыстағы тұтынушыларға зиян келтірмеуі тиіс. Әзірге мәселенің қашан және қалай шешілетіні белгісіз. Тұрғындар оң нәтиже шықпаса, сотқа жүгінеміз деп бекініп отыр. Нұргүл Алина, Асар Ербұлан, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан.